Assalamualaikum dostlar, sizlerмен бірге Sekka KZ. Бүгін біз нөмір 15-ші ауылға көшіп келдік. Осы ауылдан мен үй алайын деп жатырмын. Мені таксист осы полиция бөлімшесінің алдынан қалдырып кетті. Онда мен үйге барған соң сіздермен көрсем. Үй примерно осы жерде болу керек. Қателеспесем, мына жетел болу керек үй сататын. Ассалаумағалейкум, жетел, сіз ба үй сатайын деп жатқан? Уағалейкум ассалам. Мен ғой сатайын деп жатқан. Бағасын қанша деп тұр саған? Бағасы сол 1 сақ алмас деп тұрмын. Короче, достар, үйге бағасын келісіп алдым. Мына алма жетел, қателеспесем, мына үйде тұрады. Осы үйде кірдік жаңа. Енді менде 1 сақ алмас алды. 1 сақ алмас сундыққа салып қоя салайық. Енді үйде сәл ішін көрдім. Андай кровать бар, андай стол бар екен. Әлі ертең ақша бар кезде, тағы да айлық түскен кезде аламыз ғой тағы да заттар. Онда мына ауылды бір-екі көріп шығайық. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны көргендеріңізге өте көп рахмет. Осы каналға лайк басып тіркеліп кетіңіздер.